Барша тыңдармандарға сәлем. Бүгін біз 20 ғасырдағы қазақ тарихының ең шешуші оқиғаларына мән беріп, соны талқылайтын боламыз. Жалпы бұл 20 ғасыр дегеніміз қазақ үшін революция туралы, алаш, сөз бостандығы, өз басының бостандығы туралы күрес уақыты. Сондықтан бүгін біз әдебиет пен тарихты байланыстыра отырып, әдемі әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Сонымен көп сөзбай бастайық. Бүгін менімен бірге Ағайша, Аружан, Алтынай мен Адия. Қош келдіңіздер. Сонымен жалпы 20 ғасыр туралы сөз ететін болсақ, ол қазақ тарихындағы маңызды оқиғаларға толы. Содан атап өткім келетіні ол 1905-1907 жылдардағы революция, алаш идеясы мен автономиясы, одан кейінгі 20-30 жылдардағы репрессия мен ашаршылық, одан кейінгі ұлы отан соғысы және постсоғыстық оқиғалар, адамның жай-күйі және де ішкі тербелісі де жатады. Ең бірінші бастағым келіп отырғаны 1905 жылда өткен ең бірінші орыс революциясы. Ол Ресей үкіметіне қалай әсер етсе, қазақ қоғамына да сондай үлкен негативті әсерін тигізді деп айта аламыз ғой. Онда жер мәселесі, ұлттық теңсіздік, білімсіздік жалпы бірінші орынға қоюға болады сол кездегі мәселелердің қатарынан. Және де сол кезеңдерде қазақ зиялылары халықты оянуға, қозғалысқа шақырды. Мысалға, сол кездегі біз білетін ең жаман оқиғалардың бірі жер мәселесі. Ол шамамен миллиондаған десятина жерді бізден тартып алды ғой Орыс патшалығы. Оны гектарға шағатын болсақ, шамамен 1 миллион гектар жер. Соны көрген Міржақып Дулатов өте қатты ызаланып, оян қазақ деген өзінің өлеңін жазған. Ол жерде көзіңді аш, оян қазақ. Бұл қараңғылықта өміріңді сүрме, оған көзіңді жұмып қарама деп өзінің үндеуін қалдырып, адамдарды сол кездегі қазақ халқын көтеруге тырысқан. Ол тек қана бір поэзия емес, ол шынымен де бір ащы шындықты өзінің халқын бір сілкіндіріп былай оятып алу үшін жазған ғой. Сонымен келесі бөлімге өтетін болсақ, ол бізде репрессия мен ашаршылық, ол да қазақтың санасына, қазақтың тарихына өте қатты әсер еткен кезеңдердің бірі деп айтсақ болады. Сол туралы жалпы не ойлайсыздар, не айта аласыздар? Енді мен бастайын. Негізінен бәріміз білетін шығармыз, Мұхтар Әуезовтің 22 жылы жазылған әңгімесі оқыған азамат. Және де бұндағы ең басты екі кейіпкер арқылы екеуі де оқыған, яғни тоқыған. Алайда Жұмағұл мен Мейірхан кейіпкерлерінің іс-қимылдары арқылы осы оқыған адамдардың қандай болатынын көре аламыз. Яғни Жұмағұл өзінің жан досының өлгеннен кейін жесір қалған әйелін де, оның мал мүлкін, тіпті анасының да бар жинаған тергенін өзіне алып дүние қоңыздықпен жүреді. Және де оған Мейірхан кері сипат көрсетіп, өзінің тек қана оқып тоқығанын жеткізбей, өзінің тәрбиелі екенін көрсетіп, тіпті қателеспесем, ол былай айтқан болатын: оқыған азамат деген атын қайда, және де шіркін адамдық қарызыңды ойға сай жүзген болатын. Және де яғни мұндағы басты мәселе ол адамдардың қанша жерден білімді болса да оларды дұрыс тәрбиелеу, құндылықтарды енгізу, және де тек қана өз басында ғана ойлаумен ғана шектелмей, және де адамдарға, қоғамға үлесімді көрсету керек деген ойдамын. Және де осы тұста тағы да даудың басы Дайрабай дейтін шығармамыз да бар. Жалпы менің ойымша, кеңес үкіметі қазақ әдебиетіне өзінің үлкен үлесін қосты. Себебі жалпы отаршылдық, ұжымдастыру саясаттары үлкен септігін тигізді. Ол тек қана мүлкі жағынан ғана емес, адамдардың жан күйзелісіне, психологиялық әсерін қалдырды. Оған мысал Бейімбет Майлиннің Таудың басы Дайрабай көксиыр шығармасы болып табылады. Әңгіме мазмұнында Дайрабай өзінің көксиырдан айырылғаннан кейін ауылда көптеген жиын жиналыстар өткізіліп, үлкен дауыл болды. Бұл әңгімеде жалпы адамдар Дайрабайды қолдамаған, және де олар тек қана өздерінің ішкі мүддесін, өздерінің ғана жайын ойлап, ауылдың ішкі бірлігі болмаған. Бұл жалпы кеңес үкіметінің әсері болып қарастыруға болады. Себебі кеңес үкіметі тек қана мүлік жағынан да емес, адамдарға өзінің ықпалын тигізді. Яғни адамдар өздерінің ойын бос жеткізе алмады. Әрбір адам өз мүддесін бірінші орынға қойғандықтан Дайрабайда кеңес үкіметіне бірінші сүйенді, өзінің ауылдастарына емес, кеңес үкіметін ең басты ереже деп қабылданды. Яғни кеңес үкіметінде адамдарда өздерінің ойларына үлкен салмақ қоймай, тек қана шындық кеңес үкіметі арқылы шешіледі деп ойлады. Сондықтан да бұл шығармада сиырда ирония сияқты болып табылады. Себебі тек қана бір көк сиыр кеңес үкіметінің жалпы сол кездегі саясатын көрсете алады. Яғни бұл сиыр арқылы адамдардың
ішіндегі ішкі күйзелістерін, ауылдағы ішкі бірліктің жоқ болмауы көрсетіледі. Осы бағанадан бері біз ұжымдастыру, репрессия деген заттарды айтып жатырмыз. Менің ойымша ол қазақ халқы үшін тек қана физикалық тұрғыдан емес, бірақ менталдық тұрғыдан өте үлкен қате болған секілді. Және де бұл оқиғалар тек қана Қазақстан үшін емес, Кеңес одағында ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемнің бір үлкен проблемасы болғандай. Және де көптеген авторлар, шетелдік авторлар бұл проблеманы ашық жаза білген. Сол авторлардың біреуі, менің ойымша, Джордж Оруэлл. Ол кәдімгі саясатты қорықпай сатиралық тұрғыдан аша білген авторлардың бірі болған. Өзіме ол кісінің шығармашылығы өте қатты ұнайды, және де жақында оқыған екі шығармасы біздің тарихымызбен ұштасады деп ойлаймын. Мысалы, жақында оқыған «Жануарлар фермасы» деген шығармасы бар. Ол жерде тоталитарлық режим және де бас бостандығы мәселелері жануарлар ферма тұрғысынан аллегория жасаған болатын ол кісі. Яғни қысқаша мазмұнын айтып кетсек, ол жерде кәдімгі фермада жануарлар адамдарға қарсы шыға бастайды. Яғни біз өзіміздің одағымызды құрамыз, біз өзімізге басшы боламыз, және де біз одан да күшті саясат құрып теңдікте өмір сүреміз деген ой туындады. Алайда жануарлардың арасында да тоталитарлық режимді қолдайтын жануарлар шыға бастады. Яғни бұл жерде ол шошқалар болған. Олар өте қатты, негізі табиғатынан шошқалар өте ақылды болады. Сондықтан да ол жерде олар стратег ретінде көрсетілген, және де бүкіл саясат, бүкіл олардың идеологиялары сол шошқалардың яғни ой өрісінен туындаған болатын. Ақыр соңында шошқалар билікті сезініп, күшті сезініп, адамдар кезінде болған саясаттан одан әрі жаман болып жүреді. Негізі өте танымал цитатасы бар Джордж Оруэллдің сол кітаптан. Яғни теңдік әр кезде болады, бірақ кейбір жандарда теңдік көбірек. Яғни содан біз әр кезде қанша жерден теңдік, яғни бас бостандығы деген әңгімелерді айтқанның өзінде күш, байлық бар адамдар, олар табиғатынан биік тұратын секілді. Осы тұста мен оқып жатқан кезде сол «Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры» деген шығарма қатты келетін секілді, Надя айтқандай. Өйткені ол жерде де дау, яғни абсурдтық ситуациядан туындады, және де оны одан әрі ұштастырып, қиындатып, менталды тұрғыдан өте қатты басым болған секілді ол мәселе. Тағы бір шығарма, менің ойымша, жақсы біздің тарихымызбен ұштасатын, ол 1984 шығармасы, яғни ол бестселлер болып саналады, сондықтан да көбілерін оқыған боларсыңдар. Ол жерде деректер бойынша Джордж Оруэлл Кеңес одағының үкіметімен шабыттанған болатын. Сондықтан ол осындай сатиралық тағы да тұрғыдан антиутопия шығарған болатын. Ол кітаптың мазмұны бойынша адамдар, тағы да тоталитарлық режим, адамдар үлкен ағай деп аталатын бір басшының қол астында барлығы бір ізді, бір режиммен таңертең бір уақытта тұрып, кешке бір уақытта ұйықтап дегендей сондай бір ізділікті көрсетеді. Яғни адамдарда ешқандай еркіндік жоқ, ой бостандығы жоқ, және де олар әрдайым бақылауда отырылады. Және де осы кезде Кеңес одағының саясаты да жақсы келетін секілді, өйткені көптеген адамдарда зияткер болсын, өте оқыған адам болсын, Кеңес одағында көбінесе ой еркіндігі болған жоқ деп ойлаймын. Жаңа Ағайша айтып кеткендей, оқыған адам тура сол шығармамен келеді деп ойлаймын, өйткені ол жерде де қанша жерден ақылды болса да, қанша жерден жақсы университеттерден білім алған болса да, әр адамның ой өрісі бір жерде шектеулі деп ойлаймын. Сондықтан да бұл проблемалар тек қана Қазақстанда емес, сонымен қатар бүкіл әлемде болды деп ойлаймын. Және де қазақтардан, сол кездегі зиялылардан айырмашылығы шетелдік жазушылардың, олардың еркіндік болуы деп ойлаймын. Ал бізде ондай зат көп беріле бермеді репрессияның әсерінен. Негізі өте қызықты, себебі 1905-1907-де зиялыларымыз көбінесе білімсіздік туралы, халықтың көзі жабылып тұрғаны, қараңғылық туралы жазған ғой. Ал осы 20-30 жылдардағы шығармаларға қарасақ, халық түсінген жағдайды, проблеманы түсінген, одан кейін олар соған наразы шығып, соларды түсіне бастайды. Бірақ соның өзінде де бірақ кеңес үкіметіне табынушылық бар сияқты. Және де жаңа 1984 жылғы шығарма туралы айтқан кезде осы кейінгі оқыған «Жалып қашқан домбыра» дегенде шығарма есіме түсіп кетті. Жаңа сен үлкен ағай деп айттың ғой, сол кісіге барлығы табынады, сол кісіге қарайды ғой. Жаңа «Жалып қашқан домбырада» да байдың, яғни қолында үкімі бар, қолында ақшасы бар адамға барлығы күні қарап отыр десе де болады. Қара халықтың өмірі сол бір адамның қолында болып тұрды ғой сол шығармада да. Сол
осы екі кезеңді талқыласақ солай, бірақ бұдан кейін бізде тағы да үлкен болған оқиға бәріміз білетін ұлы отан соғысы. Қаншама адам қайтыс болды, қазаққа өте қатты әсер етті. Жалпы аянышты өте жаман, есімізге түсіргіміз келмейтін, бірақ жеңгеніміз үшін қуанатын бір оқиғалардың бірі ғой. Сол да қазаққа әсер еткен сияқты. Әрине әсер етті. Енді 20-30 жылдар тақырыбынан көшсек, тек қана осы 20 ғасырдың ғана емес, бүкіл тарихымыздағы мүмкін ең бір қайғылы, қанды оқиғалардың бірі деп айтсақ болады, ол ұлы отан соғысы. Және осы кезде жазылған шығармалардың идеяларының көбісіне негіз болған да осы ұлы отан соғысы деп айтуға болады. Мысалы, біз оқыған Тахауи Ахтановтың «Жоғалған дос» деген шығармасы осы тек қана соғыс кезіндегі емес, соғыстан кейінгі де қоғамды, оның мәселелерін сипаттайды. Мысалы, біз білетіндей, осы шығармада автордың досы, Маңғаз деген досы, өзінің майдандағы жолдасы Мырзахметпен соғыста бірге кешкен қиыншылықтар туралы айтады. Бірақ одан басқа ол сол Мырзахмет қайтқаннан кейін оның әйелі мен баласын өз бауырына тартып, олар бірге өмір сүреді. Және менің ойымша, осында біз қоғамдағы жаңа мүдделерді де өте жақсы көре аламыз. Себебі менің ойымша, соғыстан бұрын кейбір адамдар бір-бірінен алшақтау болса, соғыстан кейін осы бір ортақ қайғы барлық адамдарды осылай қосқан. Сондықтан да осы автордың досы Маңғаз жалғыз қалған досын, әйелі мен қызын бауырына тартады. Сонымен қатар осы Мырзахметтің әйелі, біз көргендей, оның күйеуі жоғалып кеткеннен кейін оның ішкі күйі өте нашар. Және менің ойымша, осы оның әйелінің кейіпкермен автордың айтқысы келген бір қатал шындығы, ол соғыста тек қана жеңілген адамдар болады. Себебі біз көріп жатқандай, соғыста қаза тапқан адамдар да құрбандар болды. Және тіпті тірі болып оралған адамдарда да ішкі күйзеліске ұшырап, бұрынғы өміріне қайта, қалай айтсақ, олардың өмірі баяғыдай болмады. Қайта оралу өте қиын. Өте қиын. Және тіпті отбасы мүшелерін сол соғыста жоғалған адамдарда, және тірі болып оралған адамдардың отбасыларында осы соғыстың құрбандары болып табылады деген ойдамын. Мәселен, біз тағы да оқыған Еремен мен Ақынай атты шығармада да басты кейіпкер Еремен ол соғыстан кейін іше бастады. Және ауылдағы адамдар ол туралы өсек деген әңгіме дүкен құрмайды. Және оның әйелі Ақынай да еш түнсіз күйеуі ішкен жерге барып, сол жерде оны күтеді балалармен бірге. Және менің ойымша, ол да бағанағы менің ойыма сәйкес келеді және оған дәлел бола алады. Біріншіден, соғыстан кейінгі адамдардың мүдделері мүлдем өзгерді. Және де екіншіден, сен соғыста қаза тапсаң да, немесе тірі болып оралсаң да, сенің ата-анаң немесе жарың, балаларын қаза тапса да, немесе оларды тірі келсе де, әрбір адамдардың өмірі өзгерді. Және соғыс әрбір отбасыда, соғыстың салдары әрбір отбасыда өз көрінісін тапты деген ойдамын. Менің ойымша, осы біз оқыған екі шығарма осыны өте айқын көрсетеді. Жалпы байқадыңдар ма, қазақ танымы бұрында, қазақ хандығы кезінен қарайтын болсақ, қазақтар қымыз ішкен, ет жеген, ал осы соғыстан кейінгіні қарасақ, арақ, шарап, сондай той, думан, сондайға көбінесе жақын болған ғой. Ал оған дейін қазақтың тарихында ішімдік ішу деген нәрсе қозғалмайды, ол туралы сөзде жоқ, оған үйір болмаған қазақ. Ал осы соғыс әсер еткені соншама, олар өздерінің тыныштығын, сол жан күйзелісінің сыртқа шығару деп айтайыншы, өздерінің эмоцияларын шығарып, сол ішімдіктен тапқан ғой өздерінің емін. Сол туралы бұл да менің ойымша сол репрессияның салдарынан болған, яғни
қазір біз оны әдемірек глобализация деп айтамыз бірақ ол кезде кішкене қаталдау түрі болды. Соның салдарынан, яғни орыстардың отарлауынан кейін қазақтарға сондай әрине олар өз білімін де бере алды, яғни егін егу, содан одан басқаларын да, бірақ сонымен қатар кішкене жаман әдеттерге қосылған секілді деп ойлаймын. Осы тұста негізі алтынайға қосып кетерім, шығармалардың оқу маңыздылығы маған жаңа алтынайдың комментарийінен кейін жеткен болатын. Яғни біз ол уақытта болған жоқпыз, әрине отаршылық, ұлы отан соғысы уақыттарында, бірақ сол шығармалар арқылы қалай адамдардың танымы өзгергені, бір-біріне деген қарым-қатынасы, біздің салт-дәстүріміз қалай өзгергенін анық көруге болады деп ойлаймын. Және де бекерден бекер шығармаларды мұра деп айтпайды деп ойлаймын. Және де тағы қосарым, біз оқыған шығарма, ол мынау аппақ дүние, осы шығармада бас идеяны айтатын болсақ, депортация әсерінен келген неміс қысынан деген қазақтардың өкінішке орай позитивті емес тұрғысынан жасаған іс-қимылдары немесе сөздерін көреміз. Негізінен бұдан шығатын идея, ол жаман от жоқ. Мүмкін ол оның тарихында бар болған шығар, алайда біз адамның отына қарап бұндай нәрселерді айта алмаймыз. Мысалы, тарихқа үңілетін болсақ, осы ұлы отан соғысымен бірге бізде яғни фашистер деп немістерге айтатын болатын болсақ, біз көбінесе Гитлерді айтамыз. Оның яғни Эйхман деген кісі бар, ол кісі негізінен осы холокостың архитекторы болған болатын. Өкінішке орай мен сол кісі жайлы кітап оқыдым, алайда бұл кітапты оқи отыра ол кісінің өзінің ойлау жүйесінің жоқ екенін көреміз. Ол тек қана не айтқанын, басқа адамдар не айтқанын істеп, осы еврейлерге демесе жасаған болатын. Және де осы тұрғыда тағы да оқыған азамат кітабымен қосатын болсақ, мысалы, біз айтамыз ғой, оқыған адам болу жеткіліксіз. Ең бастысы ол тәрбие алу. Және де тәрбиесіз алынған білім, менің ойымша, адамзатқа деген апат. Және де оның бірі, әрине де дилемма деп ойлаймын, бұл ең бірінші атомдық қарудың ойлап табуы. Яғни екінші қайтадан ұлы отан соғысы кезінде біз барлығымыз білеміз, Оппенгеймер негізінен КСО-ға және де нацистік Германияға қарсы тұру үшін жарыс болған болатын. Және де осы Оппенгеймер осы операцияның бастығы болған болатын. Және де соның салдарынан біз білеміз, Семей полигоны да шыққан болатын 49 жылы. Және де 47-49 жылы ең алғашқы тұңғыш найзағай атты ядролық қару біздің елімізде өткен болатын. Яғни бұның барлығын қарайтын болсақ, өкініштісі, ол бұның барлығы себепкер болатын. Манағы сіз айтқандай, ол соғыс апаты, ол соғыстың адамдардың моральдық апатына әкеліп бар. Шынымен де тек білімнен еш пайда жоқ дейді ғой. Ол әрдайым тәрбиемен толықтырылу керек, үйінде көрген, ата-анасынан көрген тәрбиесін алу керек дұрыстап. Жалпы осы подкастымызды қорытындылай келе айтқым келетіні, жалпы барлық қыздардың да айтқысы келетіні, әдебиеттегі шығармалар тек қана әдемілік немесе поэзия, проза және де көркемдік мақсатта ғана жазылмайды. Олардың барлығы қазақтың халқының ішіндегі жан дүниесінің айнасы ретінде де қарауға болады. Себебі ол әдебиет, тарих, ол ұлттың жады. Және де тарихтағы болған оқиғалардың барлығы әдебиет арқылы көрініс табады, және де біз сияқты кейінгі ұрпаққа жетеді. Сондықтан әдебиетті оқу, тарихты зерттеу, ол әрдайым өзімізді зерттеумен пара-пар болады. Тарихты тереңінен түсіне білудің арқасында біз өзімізді зерттейміз, өзімізге мақсат қоямыз, өзіміздің болашағымызды жоспарлаймыз деуге болады. Сондықтан осы подкасттан алған түсінген нәрселеріміз көп деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.